Армысыздар, қадірменді көрермен қауым. Аграрлық несие корпорациясының YouTube арнасы кезекті шығарылымды назарларыңызға ұсынады. Бүгін біз ата кәсіп туралы, оның ішінде мал бордақылау жайында біраз әңгіме өрбітсек деп отырмыз. Осы бағыттағы сұрақтарымызға жауап беретін студия қонағы сонау Қарағанды облысы Қарқаралы ауданынан арнайы келіп отыр. Олай болса, Атамұра табыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Айдархан Исаев мырзамен таныса отырыңыздар. Айдархан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Енді жаңа мал бордақылау деп айтып отырмыз ғой, енді бәріміз ауылда өстік, сол ойлап отырсақ бұрын жеке бізде мысалы қыстық жаңағы соғымын, күздігін бордақылайтын мысалы солай болатын жаңағыдай қазіргідей кешенді түрде бір кәсіп ретінде ондай жоқ еді. Осы ретте сіз осы мал бордақылау кәсібіне қалай келдіңіз? Бұл идея жалпы неден туындады? Осыдан бастасақ әңгімемізді. Агробизнес бұл бейнет мен зейнет қатар жүретін сала ғой. Әрине. Бұған екінің бірінің қолы келмейді. Бұл кейінгі уақытта, осы кейінгі 10 жылдықта Қазақстан ішінде осы сала қарқынды дамуда. Оның ішінде жаңағы осыған дейін сүт саласы жақсы дамыса, кейінгі уақыттары сұранысқа ие болғандықтан мал бордақылау саласы дұрыс жолға қойылды. Кешенді түрде. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, осыған дейін ауылдың ішінде кішігірім шаруалар айналысса бордақымен, қазір кешенді түрде дұрыс тәртіппен мал бордақылау алаңы қолға алынып жатыр. Біз өзіміз қызмет ететін Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Нұрмақов ауылдық округіне қарасты Атамұра жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде 2014 жылы ашылған ол шаруашылық. Содан бері қарқынды дамуда прогрестің үстіндеміз. Өйткені сол жылдары шетелден бағдарлама бойынша Абердин Ангус ет бағытындағы аналық малдар кірген болды Қазақстанға. Бұл өте жақсы үрдіс болды. Кейбір енді осы саланы сол кезде сынаушылар көп болды. Қазақстанға шетелден мал кірді, ауру кірді деген сияқты болды ондай. Ол бір жағынан болғанда шығар. Оған біз жасырын емес. Бірақ Қазақстанға сол уақытта керемет Европадан, Америкадан жақсы мал тұқымдар кірді. Оның алдында біз 90 жылдары тоқырауға ұшыраған заманда қазақтың ақбасы, Симментал сияқты өзімізде жақсы тұқымдар болған, бірақ олар сол уақыттар көбі қаражаттың жоқтығынан айырбас барды деп сол кезде бір түсінік болды. Сол кезде көбі сойылып кеткен болатын. 2010, 11, 12, 13, 14 жылдары Қазақстанға жақсы мал тұқымдары кірді. Оның ішінде әлемге танылған етті бағыттағы Ангус, Герефорд тұқымдары керемет, олар салыстыруға келмейді олардың көрсеткішін. Ол бізге келіп қазақтың ақбасын жақсы бір қандарын кіргіздік. Ол керемет жұмыстар жүрді. Қан жаңарды дейсіз ғой. Қан жаңарды. Сіз айтып отырған жаңағы қалай бұл мал шаруашылығына келді деп отырсыз. Негізі бұл ата кәсібіміз болған, бұл қазаққа таңсық емес, бірақ сол саланы дұрыс дамыта білу керек болды да. Кейбіреуі жаңағы өзінің жеке басының қамын ойлап, бөлінген қаражатты иемденіп бір шаруашылықтар ашып, ол ашылғаннан жабылған тез болған шаруашылықтар да бар. Бірақ негізі бұл жаңа өзіңіз сұрақ қойдыңыз, қалай келдіңіз деп. Осы біздің шаруашылығымыз жаңа айтып отырған 1000 басқа арналған шаруашылық болды, аналық мал арналған. Енді осы жылы біз былтырдан бастағанбыз, негізі өзіміздің жеке қаражатымызға белгілі көлемде 200-дің үстінде 300 маңайында мал бордақылап қойдық. Бірінші көрдік қалай болады кешенді түрде. Мамандар тартылды, жақсы өзіміздің иық тіресіп жұмыс жасап жатқан мысалы Арман Кәдірбекұлы деген Қазақстанға жақсы белгілі бір заттегтер алдық. Агроном мырзалар көмегін берді. Соның арқасында былтыр тәуліктік салмақ қосы 1,5 килограммнан айналды. Содан неге айналыспасқа егер ондай пайда түсетін болғанда, биыл аграрлық несие корпорациясы несие бөлген болатын. Төменгі пайызда 5%. Өте бізге керемет бір қолдау болды ол. Соны пайдалана отырып біз 400 миллион үстінде қаражат бөлінді осы жылы. Соны дұрыс пайдаланып, біз сол өзі алған қаражатты, бұл қаражат мақсат түрде пайдалану керек. Бұның бір жаңағы бізге қойған шарты. Біз соған 800-дің үстінде ет бағытындағы, жаңа айтып отырмын, ет бағытындағы 16 айға дейінгі анасынан айырылған бұзауларды сатып алдық. Ол жаңағы сатып алу бағасы, орташа бағасы 1750 теңге 1 килограмм болды. Оған жаңа үкіметтен жаңа төленетін жаңа субсидиясы бар 300 теңге. Сонда есептегенде ол шаруаға өте пайдалы болды. Жаңа бізге мал өткізіп отырған. Егер ол 300 килограммдық болса, бізге тапсыратын бұзаудың салмағы, ол бізге тапсырғанда 525 мың, жаңа 1750 теңге болғанда, оған төленетін
90 мың жаңа немен қосың үстіне 300 теңге тірі салмағына болса, сол 600 мың үстінде ол жаңа бұзауы тапсырып отыр. Бұл кейінгі кезде мына үлкен бір халық арасында еттің қымбаттауына байланысты жаңағы неше наразылықтары болды. Неге біз ет қымбат, шекараны жабайық деп. Шекараны жапқаннан ол жаңағы бір үлкен нәтижеге қол жеткізбейміз. Оның бірінші зиянын шегетін ол жаңа тұтынушы емес, соны бағып қағып отырған шаруа. Ол қорасында соны жаңа бұзауды бір шаруа соны пайда түсіру үшін жаңа өзі айтып отырған жаңағы ол айлап жылдап соған қызмет жасайды. Ал егер таяқ ұшы да тұтынушыға тиеді ғой бір. Сол ең бірінші зиян шегетін ол шаруа. Биыл ол жақсы баға тапсырды екен, биыл жақсы баға болды ол. Оған жасыратын емес. Биыл ғана шаруалардың еңсесі көтерілді. Сон малдың басы өсет. Егер осылай жағдай болатын болса, ол қызығат келесі жылда мен тапсырайын. Осыншама бұзау тапсырып өсірейін деп. Егер жаңағы шекараны жауып біз еттің бағасын түсіреміз деген ол бір жылдық қана бір болады шығар. Ол ар жағында ол жаңа шаруа ол ұстап отырған 10 сиырын ол ары қарай өсіргісі келмейді. Егер еттің бағасы түсіп кететін болса, оның ем шөбін ақтамайды өзін-өзі. Ол алады да жаңа 10 сиырын енді жасыратын жоқ. Көп азаматтар 10 сиырын саудалайды да соған қаланың бір жерін үй алады да соны жалға беріп ешқандай бейнетсіз отырады ол. Оған жаңағы шөбі бар, оны ұстайтын адамы бар, оны бәрін есептеңіз. Ал шаруаның ол ешкім ойлап отырған жаңағы халық наразы болып отырғандар еттің қымбатты, ол жаңа ет тапсырып отырған шаруаның бейнетін ойлап отырған жоқ. Ол далада, қарда, суда жүріп, күні-түні жүріп, сіз өзі білесіз, ауыл шаруашылығы саласында демалыс деген ол түсінік жоқ. Ол күннің атысы, түннің батысы сол малдың басында соның бір төлді тапсыру. Оның бүкіл мақсаты. Ол содан бір пайда көріп, ол соған көмірін алады, оның жем шөбін алады, ол жаңағы несие алды, тракторын алды, шөбін шапты, оны қайтару керек емес, оны күз кезінде олар айтады, қайда қайтар деп. Сол кезде жаңағы биыл шаруаларға үлкен ол оң нәтиже берді. Жаңағы біз айтып отырған мал тапсырғаннан. Бұл жерде енді бір айтайын дегенім, мал тапсырған кезде алып сатарлардың бұл жерде жасаған үлкен бізге кері әсері болды. Алып сатарлар мына оңтүстіктен кірген, біз өзбек көршілес отырған өзбек елінен келген жаңағы алып сатарлар біздің ішімізге кіріп, негізсіз жаңағы бұзаулар жинап әкетті. Неге солар тоқтаспасқа, неге өзіміздің ішімізде Қазақстан ішінде мал бордақылау алаңдары жетерлік? Соған жаңа жақсы бағаны түсіндіріп, жергілікті атқарушы билік тоқтатып, сол бордақ каналдарын тапсыртса жаңа бұзауларды, ол бұзау ешқайда кетпейді, сол елдің ішінде қалады жаңа бордақ алаңында. И жаңа тапсыратын болсаңыз, сол жаңа шетелге тапсыру ол жұршауы қойылған. Ол жаппау керек. Ол экспорттаудың үлкен бордақ қалаңдарына бізге ол үлкен көмек. Бізге квота берсе, шетелге біз бордаққа ұстап отырған малдың белгілі бөлігін экспортталсақ. Белгілі бір бөлігін жаңа айтып отыр, біздің ішімізде орналасқан ет өңдеу цехтары бар. Соған тапсырайық. Оған ешкім қарсы емеспіз. Оған тапсырамыз. Осыны мықты ет цехтары бар. Жарты бөлігін тұтынушы алсын, тендерға берейік. Мектеп, жаңағы әскери бөлімдер, оған қарсылығымыз жоқ. Жақсы баға берсе тендер өкімет. Оған ешкім ол нетіп отырған жоқ, қойдып отырған жоқ қой. Жаңа ет өңдеу цехтары деп отырмыз. Қазақстанның ішінде жетерлік бізде мемлекеттік шетелдің стандарттарына сәйкес, жаңа ет өңдеу цехтары шетелге шығара алады олар. Өзімде қызмет жасадым. Мына өзім Астананың басында, мысалы Алтын таға деген үлкен корпорация, өзіңіз білесіздер оны. Қосшы жақтағы ол. Жаңа Берекенің бордақ алаңы бар. Соның керемет сәйкес ішіне кірсеңіз шыққысыз, мысалы біз олармен тығыз қатынастамыз негізі. Біз оған мал тапсырамыз деген сияқты. Мысалы сонда цехтар не қолдамызға? Бізде өзіміздің артымызда жобамыз бар негізі. Осы мал бордақылау алаңын үлкейтеміз. Келесі осы жыл 26 жылы жаңа аграрлық несие корпорациясының биыл алған бізге берген несиесін уақытында төлеп, может алдына да төлейміз деген де бір жоспарларымыз бар. Төлеп, тағы да қомақты қаражат алып, бізге биылғы салған өз қаражатымызға біз 5000 басқа мал бордақылау алаңын салдық. Ол мал бордақылау алаңы деген бір адамға бір естілуі мүмкін, оның ішінде үлкен инфраструктура, қанша адамның еңбектері төгілді жерде. Кіргеннен бастап, мысалы, қоршау болсын, дезбарьер болсын, стандартқа сәйкес. Қай жерге барсаңыз да суы жылы, малың қоршалған стандартпен жем шөбі дайын. Егер тағы да осы жылы жұмысымыз жүріп кетсе, Алла сәтін жасаса, біз алдында 5000 басқа жеткіземіз деген ойымыз бар. Енді жаңа айтып отырмыз, биыл осы 26 жылы мемлекет тарапынан үлкен көмек болайын деп отыр. Негізі аналық малдардың бас санын көтеру. Жаңа еттің бағасының тұрақтандыру, ол аналық малдың көтерілуі. Негізі аналық мал болса, одан туған төл көбейсе, ол төл осы кейінгі
санақ бойынша енді дерек көзден алған кезде енді мен өзім ойлаймын енді ол қаншалықты енді бір арасында бар шығар. Бір мысалы 4 миллионның үстінде жылқы, 8 миллионның үстінде ірі қара бар екен қазір Қазақстан ішінде, 20 миллионның үстінде жаңағы ұсақ малына. Ол жаңа 8 миллионның 50% ол ауылдық үйдің өзі ауылдағы жеке қожалықтар емес, ол жеке үйлерде отыр мысалы. Бір үйде емес, 10 баспастан жеке қора деп айтайық. Қорада бір 35-40% шаруаларда екен, шаруа қожалықтарында. Шаруа қожалық дегеніміз білесіз, крестьян саясаты, шаруа қожалығы семейный бір отбасылық 3 адам 4 адам 10% ғана үлкен бордақ алаңдарында екен. Асыл тұқымды малды көбейту біздің үлкен нәтиже береді. Жаңағы шешімі сол, негізі туған репродуктор емес, аналық малдардың басын көбейту. Ол алдыңғы жылы мысалы. Бірақ ол тағы бір айтайын деген, мен осы бағдарламаны пайдаланып мен айтып қалайын деген. Негізі жер қазақтың жанына жақыны, ол анасы мен жері ғой енді ең жақын тиетін мысалы. Өсірейін десем, инвестор деген ол біз ақшалы азаматтар, бірақ ақшалы азаматтардың ішінде де барып жаңағы кері әсерін тиіп жатқанда да бар ол. Ол сол қалталы азаматтар, білікті азаматтар, жол жерге жан ашитын азаматтар барса, ол сол жерге соның адымын аштырмай, тынысын тарылтып, оған кедергі жасайтындар да болып жатыр мысалы. Ол барады да айтады, мен өсірейін деп едім. Ол жұмыс орнын ашады. Ол сол жергілікті жақын маңдағы ауылдардың жұмыспен қамтамасыз ету, оның мақсаты. Ол балға сон біз барсақ мысалы бір жақсы ниетпен барамыз ғой. Жаңағы ашайық, малын көбейтейік. Жаңағы аналық малды өсірейін десе, ол жақтың жаңағы біз айтып отырмыз, кейбір жерде мысалы осы Ақмола жағында, Қостанай, солтүстік Қазақстанда аналық малдың өсіру қолға қарақ болады. Қысы қалың түседі да. Жер жетіспейтіндіктен. Жоқ, оны айтайын деген, қыс қатты болған соң ол аналық малдар қолға қарақ болған соң, ол да бір кері әсерін тигізіп өсірмеуі мүмкін. Бірақ мына Абай облысы, Қарағанды облысы, Жезқазған, Ұлытау, Алматы облыстары жер жағдайы егер жайылымға келіп жатса, ол құба-құп жаңағы аналық малды өсіруге. Бірақ өсірейін деп барса, жер жоқ. Енді айтыңыз, неге жер жоқ? Айтады, бізге жер бере алмаймыз. Жердің бәрі белгілі адамдардың қолында, шаруа қожалықтардың қолында. Енді мен ешкімге көпке топырақ шашқым келмейді. Бірақ кейінгі жылдар конкурсқа жер түскен кезде жер алушы 2-3 мысалы түседі үміткер. Ол конкурсқа өзінің құжатын тапсырады. Мен осы жерді алайын деп едім, бірақ мен осыншама 100 миллион қаражат салам, мен жерді көркейтем деп. Енді 5 жыл өткен кезде ол жерде көркейтпек туралы мал жоқ, мысалы, ол айтқан кезде, шын айтқан кезде. Бірақ жерді алып алған. Жерді алып алған, құжаты бар қолында, менің жерім бұл. Енді бір адам келіп айтса, мен өсірейін деп сен маған берме, сен енді өсір. Сен дамытпайтын болсаң, сенің қолында құжатың бар, бірақ сенің малың жоқ. Малың болса да айдағаның 5 ешкі сыры жер жаратын керін келіп тұр ғой. Малы бар шығар, бірақ жаңағы жерге сәйкес емес. Сен бер, жаңағы сен жаңағы білікті азаматтардың қолына бер, ол сол жерді пайдалансын, малын өсірсін, аналық малдардың басын көбейтсін. Аналық малдардың басын көбейту, асыл тұқымды малдардың басын көбейту, ол сол жергілікті ауылға ешқандай кесіресін тигізбейді. Ол қайта сол ауылға үлкен көмек, содан туған бұзауды, ол аталық бұзауларды сол ауылға беріп, жақсы бұқаларды береді де, сол ауылдың малын асылдандырады. Ол ешқандай қорқатын емес. Ол сол жерді, жаңа кірген инвестор, ол жерді арқасыз алып кетпей, сол жерде қалады ол. Ол болашаққа қалатын қазық қой сол жердегі, мысалы, салынған инфраструктура болсын, базы болсын, не болсын, ол сол жерде қалады. Соны дұрыс пайдаланса екен деп ойлаймын осы кейін. Бірақ осыны айтқан кезде, мен кейін кезде бір өзі қынжылтатын ауыл шаруашылығын дамытып жатқан жігіттердің басшыларының көбі орта жастағы 50 жасты адамдар. Жастар ауыл шаруашылығына білек сыбанып кірісе бермейді. Ауылда жұмыссыздық жоқ дейді. Өткенде осында біздің президенттің қатысуымен үлкен форум болды, екінші форум, ауыл шаруашылығы. Ауыл еңбеккерлері. Сонда ол сатап өтті осыны. Ауылда жұмыссыздық, неге жұмыссыздық? Бірақ ол айтты. Онда неге жұмыс беруші көп ол кісі ұсыныс жасаған ол кісіге. Бізге квота ашыңыз, шетелден азаматтарды кіргізу. Бізде мысалы квотаға өзбек азаматтарын кіргізіміз келеді. Жергілікті азаматтар жұмыс істегелер келмейді мысалы. Біз шақырамыз, жұмысқа жұмысын береміз, тұратын жайы таза, ыстық су, душы бар, жататын жер таза, күнде тамағы 4 мезгіл тамағы бар, тегін, жалақысы 300 мыңнан төмен емес. Мысалы неге істемеске соны? Жұмыссыздық жоқ. Жұмыссыздық ол екі қолға бір күрек табылады. Негізі егер жұмыс істейтін адам болса, жас азаматтар болса, ол қалада тентіреп жүрмес еді, көрменің есігіне барып квартирасын жалдап. Ол
егер болашағын азамат болса, мен патриот деп айтар едім, азамат, ауылдың патриот. Bir сұрақ қойса маған айтар, патриот деген ол өз ауылына барып еңбек етіп, сол ауылын көркейте білсе, ол патриот. Ол отқа түсіп, кеудесін оққа тосқаннан емес патриот ол. Ауылына көркейтсе, сол ауылын барып. Ауыл қаңғарған ауыл көп. Соны неге игермеске барып, жанында отырған инвесторларға көмектесіп, барып, солармен иық тіресіп жұмыс істеп, жігіттер, біз де сендермен жұмыс істейік, біз де пайда көрейік сендерден. Біз оған қашып отырған жоқпыз ғой, мысалы, жақсы жұмыс берушілер. Жастар жұмыс, біз шетелдің азаматын ақша төлегенше өзіміздің қара көздерге ақша төлейік. Соны дұрыс түсінсе екен. Одан білікті азаматтар, жаңа мамандар, 50 жастағы айтып отырмын, директорлар, кейінгі басшылар 50 жастан жоғары. Мен сонда өзім ойлаймын. Сонда ұйымдастырып отырған, жұмысты ұйымдастырған осы адамдар кетсе, осы ауыр агросалық қалай болып қалады? Біз өзіміз 40-тың үстіндеміз. Мен мысалы Семейдің малдарға институтын бітірдім 2000 жылы. Мен өзім мақтанам сол жерде бітіргеніме, Семейдің малдарға институтын бітіргеніме. Білікті өте жақсы білімді мамандар шығарады. Мен үлкен шаруашылықтар басқан, сонда бізге ветеринар мамандар тапшылап шақырдық. Затегіндер шақырдық. Соның келген 10 студенттің біреуі ғана жұмысқа кіретін шығар. Қалғаны кірмейді, ол жаңағы саланы таңдағысы келмейді. Бір ауыртпашылыққа олар мойын қысқысы келмейді. Сол бір тұрып түнде барып малдың қарау, уколын салу, ол күні-түн жұмыс істейтін нәрсе, бірақ ол оның бейнеті мен зейнеті қатар жүр. Бірақ уақыт өте келе ол өз жаңағы жемісін береді. Соны айтайын деген. Енді жаңа өзіңіз осы саланың алға басуына кедергі көптеген жайттарды айтып кеттіңіз. Мысалы, жердің жетіспеушілігі сіз үшін қаншалықты өзекті проблема болып отыр қазіргі таңда? Ол жалғыз жаңағы мал өсіруші мамандарға, ол кімде айтсаңыз осында, кімнен сұрасаңыз, ол бірінші орында тұр. Жаңа жердің барлығына ортақ мәселе дейсіз ғой. Ортақ мәселе, ол жалғыз маған емес, ол ортақ мәселе. Жерді игеру. Ол жерді игеру болғанда, жерді дұрыс игере білу. Біз кейінгі жылдары менің байқағаным, қазақ өзі малға жақын болғаны, бізде қандай жағдай? Жайлау, қыстау, күздік деген болатын. Сондай түсінік бар өзі. Қазақ ата заманнан ол көшіп жүрген халық. Олар білген жерді тоздыра бермеу керек. Ол қыстады ма, бүкіл мал жанын алды да жайлау көшті. Мына қыстауы қалды. Ол жердің шөбі жазда келгенше өсіп тұрады. Одан кейін жазда ана жер шөбін таптаған соң олар күздікке көшеді. Күздіктен қыстауға келгенде қыстаудағы дайын тұр маңайдағы. Соны біз жоғалтып алдық. Қазір жаңа айтып отырмын ғой, шымшық сойсы да қасапшы сойсын дейді. Бірақ қазір мал өсірушілер екінің бір мал өсіруші болып кетті. Ол қалауда тұрады да, қолында ақшасы бар, ауылдан мал алып қоямын дейді да, бір 3 жыл қалып қойды. Ол жылқысы сол бір жер таптатты жатты. Ол оған қарап отырған жоқ, ол жерден көшпейді. Ол жаңа жерді қысы жаз жейді. Қысы сіз қарасаңыз Қазақстанның ішінде шаң шығып кетті. Егер жылқы малы өздері білесіз, шөпті жұлып жейді, қырқып жейді. Кейбір осы жылқы біреу айтуы мүмкін, біздің даламызда мал басы көбейді. Бірақ көбейгенде де мәдениет, жерді игере бір мәдениеті бар да, оны кейбір азаматтар жақсы біледі. Осы бұрында мал ұстап отырған азаматтар, олар көшіп қонуды, жайлауға, мен жаңа өзім осында Қарқаралы ауданында көрдім, жақсы азаматтар мал өсіріп жатыр. Олар жайлауы бар, жайлауына көшеді, қыстауын ұстап отырады. Солай егер болса, жер ол тозбайды. Ол жерде бір уақыт оған қарай беру керек қой, жерге де сен малыңды өсіріп жатсың, жеріңді қара, көшіп отыр. Жаңа шөп шаптың ба, ең күйін келсе екпе шөптер дейік. Көп жылда екпе шөп. Біз енді осы жылы алдым өзіміз тағы да Кең дала 2 деген бағдарлама бар, агро несие корпорацияның. Соның қаражатымен біз жаңағы көктемді күздік егіс науқанына дайындық жұмыстарына қаражат алмақшымыз. Соны пайдалана отырып біз енді жерге жаңа екпе шөптер егу, дақылдар егу, соған жолға қоямыз. Ол енді жаңа еңбектенсе, адам еңбектенсе бір нәтиже болуы мүмкін. Енді ол ниетіне қарай. Ал енді жаңағы малды бордақылауда өзіңіз қандай технологияға, қандай тәсілге иек артып жатсыздар? Мал бордақылауда негізінен адам күшін азайта білу керек қазір. Бір базға егер қойсаңыз 100 бастан, сіз бір басқа бір адамды бір базға 10 адам ұстаушы едіңіз. Сондықтан сіз механизацияға көшу керексіз. Автоматтар жаңағы азықты тарату автоматты түрде. Бір адам бір механизатор. Мына жақта жаңағы азық қорын дайындау. Оның өзінде де азық қорын дайындағанда жақсы зоотехник мамандар жетіспейді қазір. Біз енді өзіміз шаруашылықта жақсы зоотехник мамандар бар. Мысалы, арпа
көмірсутегіне бай. Оны мысалы басқа шаруа соны түсіндіру керек та. Сол мысалы 70% жаңағы көмірсутек углевод жымық ана жаңағы күнбағыстың сығындысы. Соны қосамыз мысалы. Ол белок, ақуыз. Сондай жаңағы компоненттер біз енді оқыған маман ретінде соны пайдалана білеміз де, соны салсақ біз жақсы жаңағы нәтиже аламыз. Біз сондай кешенді түрде келгенбізде жаңағы рацион составлять етіп, рацион құрамыз да сол бір күндік рационды күнде қарап отырамыз. Малдың салмақ қосу, мысалы бір 20 күнде, 30 күнде бір салмақ өлшейміз де жаңағы өткізіп. Сол кезде егер мында салмақ қосты, мына құтырған қорадағы малдар 100-200 бас салмақ қосты. Одан ары не қоспады? Онда жаңағы өзімнің әріптестеріммен ақылдаса келіп, жоқ, рационды да былай кішкене көбейтейік. Мысалы шөпті, сенажды азайтайық деген сияқты. Кейбір кезде болады ішкі ас қорыту жүйесінің бұзылуы, көзге көрінбейтін бұзылуы болады. Ол адамда да болады, мысалы болады. Біз тамақ жақпай қалды. Ол малда да көзге көрінбейтін сондай құбылыстар болады, бізге білінбейтін. Сол кезде мал салмақ қосуын тоқтатады. Ол белгілі бір жүйе ол. Егер көзі білікті азамат болса, ол байқай қояды. Біздегі әріптестеріміз өзім қатар істеп жүрген. Ол жігіттер, мына жер даже арасында бар жақсы малшылар бар. Ол көп жыл істеген. Олардың өзі біле қояды. Мына жер су ішпей тұр, мынау шөп жемеді, мына шөп қалып қалды кешеден бері, мына қора шөп жемейді. Онда бұл рационның ішінде онда бір кемшілік бар ғой. Иә. Сондықтан жаңағы рационды құра білу үлкен ол жаңағы нәтиже береді. Сондықтан да Қазақстанда жаңа айтып отырмын ғой, білікті зоотехниктер мен білікті мал дәрігерлердің жетіспеушілігі байқалады. Ол мал дәрігерінің жетіспеушілігі ол үлкен қасірет Қазақстанға. Егер жаңа айтып отыр, дәрігер адам демдесе, мал дәрігер адамзат демдейді. Ол үлкен оған көңіл білу керек. Оны жаңа жай бейберекет қарау болмайды. Ол мал дәрігерлердің жаңағы екінші адам ретінде қарап, оларға үлкен көңіл білу керек. Олардың жаңағы кейбір енді қынжылтатын жайттар да бар. Астында көлігі де жоқ. Жаңа көлігінің мал дәрігерінің көлігінің доңғалағы жоқ, тесік. Ол онымен қайда барады? Ол қай шаруашылыққа барады ол? Ол қанына апарма, қанын ал дейді. Бір жас жігітке алады, қанша жүк тартса, сен қаныңды ал, сен қағазын жаса, сен үйт, сен бүкіл ауыл оған қарсы, сен сөйтпедің, сен укол салмадың. Ол жігіттің одан кейін жұмысқа деген ынтасы өшеді. Ол мал дәрігерінің. Сондықтан да олардың бір ғана ұстайтын жолы бар. Ол жағы дұрыс көңіл бөл ол мал дәрігеріне. Сол сен онымен ойнама мал дәрігеріне. Мал дәрігер сенің ертең жеп отырған асыңның қауіпсіздігін сақтап отырған адам ғой ол. Сен оған жалақысын аяма сен. Мал дәрігерінің кейінгі жылдары реформа болайын деп жатыр. Мал дәрігерінің жалақысын көбейтеміз деген. Енді ол егер жаңағы мамандар осыны қарап отырса, араласа, барып көзбен көрсе екен сол мал дәрігерінің жағдайын. Олар айтса, мына мал дәрігерінің киген киімі мынау, жүрген көлігі мынау. Неге бұлар көңіл бөлмеске? Егер жаңағы біздің жеп отырған тамағымыздың бірінші қауіпсіздігін сақтап отырған адам осы болса, көңіл бөліңдер. Мынаны көңіл бөлейік мына жігітке. Оған үйін өстейік, берейік, тегін берейік. Астында көлігін жаңартайық. Көлігін бір жылда бір жаңартып отырайық. Одан ешқандай бір нәтиже болмаса, одан кемшілік ештеңе болмайды. Бұл облыс деңгейінде де, республика деңгейінде де ол. Осы Астанадағы агротехникалық университет бар ғой, білесіз ғой, иә? Білеміз. Мысалы, менің бір байқағаным, жаңағы ауыл жақтан тума-туыстар, жаңағы балалары, бауырларымыз келіп жатады ғой оқуға түсуге. Ол жақта жүйе былай екен, мысалы, жаңағы мал дәрігер, веттехник, зоотехник деген мамандықтар, мысалы, көбі жаңағы грантқа түсу үшін сол мамандықты таңдайды екен. Әрине ол жүрек қалауымен, немесе бір жаңағыдай жоғары жалақы, қандай да бір әлеуметтік игіліктер болмаса, адам ол жаңағы мамандықты оқып шықса да, ол жаңағы ауылға барып жұмыс істемейді. Жаңағы бітірген балалардың біразын танимыз, мысалы, осы қалада қап қойып жатады. Мысалы, жаңағы бауырымыздың тобында 10 шақты бала оқыды, мысалы, 7-8 қалада қалды. Ауылға кеткендері некен саяқ. Жаңағы сол сіздің айтып отқан сөзіңіздің де бұлайша өзектілігі сол ғой, иә? Мамандықтың артықшылығын арттыру керек, иә? Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, мысалы, аграрлық несие арқылы, корпорациясы арқылы жұмыс істеп отырмыз деп. Ол жақтың талаптары қандай? Мысалы, қаржы несие алу үшін бір белгілі бір талабы бар, белгілі ғой. Сондықтан ол талапқа сәйкес болу қаншалықты қиын деген сауал. Ауыл шаруашылық саласында істеп жатқан шаруа адамы, жаңағы жауапкершілігі серіктестік болсын, егер ол жаңа қаражатты алам деп мақсат қойса, қаражатты алам деп дұрыс мақсат қойса, оның өзінде жаңа алып талант-тажарға түсірмейді, дұрыс мақсат қойса, ол мақсатына жетуге тырысады ол. Біз мысалы биыл
талаптар болды. Жаңағы шыққан мал қиын сақтау орны. Оны қанша өзіміз қаражатымызды оны да салдық. Жаңағы қоршау, оны да ол талаптары өте жоғары негізі. Ол бір жағынан дұрыс та ол. Екінің бірінің қолына кетпейді бөлінген қаражат. Жаңағы қолында іскер азаматтардың қолында түссе екен деп ойлаймын. Жаңағы қаражаты бар. Қаражаты бар. Жаңағы қомақты қаражаты бар өзінің де. Жаңағы қарап отырған жоқ, жаңағы қаражатқа өзінің қомақты қаражаты бар. Бірақ жаңағы қосымша аграрлық несие қаражатын дұрыс жолға салып, бір жеңілдікпен 12 айға берілген бізге үлкен бұл көмек болды. Өзіміз жаңа салып жатырмыз. Бордаққа алған қаншама қаражат бөлдік. Мына қаражатты бізге керек болды. Мал сатып алып, бордаққа қойып, өсіріп, бір айналдырып, жаңа беру деген сияқты. Бірақ жаңағы айтып қойып отырған талаптар деп. Ол талаптардың ішінде өте мен даже өзім ойладым, бұл дұрыс, бұл талаптар. Осыған ұмтылса екен, бізге қарап отырып, екінші бір шаруалар ұмтылса екен. Бізде неге осылай қаражат алмаймыз? Егер мыналар алып жатса, бұлар дамып жатса. Егер де көреді ғой, мысалы дамып, біз алдыға кетіп бара жатсақ, адымымыз ашылып, екінші жанымызда кетіп бара жатқан бір шаруа, ол да бізге ұмтылса екен деп ойлаймын. Біз де оны тастап кетпейміз, қолына ұстап, өзіміз бірге дамимыз деген ойымыз бар. Семинар өткіземіз, шақырып, не біз осылай алдық, егер бірге дамиық сіздерге көмегіңіз болсын, сіздер бізге жаңағы бордаққа мал тапсырыңыздар, сіздер де пайда көріңіздер. Оның талаптар дұрыс, қойып отырған талаптар. Ошқашан мен жоққа шығармаймын. Жалпы қанша жыл болды корпорациямен жұмыс істеп жатқаныңызға? Осы ауыл шаруашылығы саласында жатқан 22-ші жыл болып қалыпты негізі. Оның аса көп емес, иә. 12-ның бір 10 шақты жылы басшылық саласында қызмет жасадым осы мал шаруашылығына. Жалпы осы бордақылау бағытта жаңағы 10 жылдың көлемінде, иә, басталғанына. Бастапқыда жаңағыдай кейбір кедергілер болды, кішкене сәтсіздіктер болды, ашылып жаңағыдай телеарнадан, жаңалықтан жан-жақтан көрсетіліп, сосын кейін бір уақыт өткеннен кейін жаңағыдай жабылып, малы да дәнеңесте қалмаған шаруашылықтар жайында көп білеміз. Сондықтан өзіңізде осындай бір қорқыныш болған жоқ па осы кәсіпке келген кезде? Агросала негізі қорқыныш мен қуаныш қатар жүретін сала. Ол мал өсірген адам біледі. Ол қазақ ертеде қазақтың өзі жұт деп отырған, жұттан сақтанып отырған. Малың бір жұттық болған. Қазақтан мақал бар, малың бір жұттық деген. Жұт болса сен малынан айырыласың. Мен өзім бір жағынан ойлаймын, мен осы салаға келгенім, менің ата кәсібім жаныма жақын. Менің негізі туған өлкем Семей облысы, Жарма ауданы Үшбек деген ауыл. Бірінші кезінде дүркіреп тұрған бірінші май совхозы болады, асыл тұқымды. Байыс деген тұқымы бар, қазақтың биязы жүнді. Әкем шопан болды, атам шопан. Сол елді мекеннің енді бетке ұстар шопандар болды. 100-ден 120-130-ға шейін қозы алған, белгілі алдыңғы еңбекқор адамдар болды. Мен солардың семьясы тәрбие алдым да, менің бұл сүйегіме дейін сіңіп өскен мамандық болды. Мен содан жаңа институтқа түскенде де маған жеңіл өтті. Өйткені мен күнде көріп жүрген орта жолдан қосылған жоқпын. Қосылған жоқпын. Ары қарай маған қиындық болған жоқ. Мен бұл салада маған қиындық болған жоқ. Мен өйткені жаңағы бетпе-бет жаңа аурулармен бетпе-бет келдім. Мамандығым мал дәрігері болсын, жаңағы кейбір аурулар бізге жат аурулар, осы 10 жылдардан кейін жат аурулар кірді шетелден. Оған жасырын емес. Індетті ринотрахеит, вирустық диарея, Шмаленберг, надулен дерматит деген көп аурулар кірді ол. Аты да, заты да бөлек. Бұрында кеңес заманда болған, бірақ айтылмай қалған, емделу басқа. Бірақ сол аурумен бірге алып сатар, алаяқ дәрі сатқыштар да кірді. Қазір мал дәрігерлерін басын айналдырып, бізге керексіз бір дәрілер сатқандар да болды. Ешқандай бізге бір қажеті жоқ. Шетелде әке бізге сатып, шаруалардың басын айналдырып, қаншама қаражат жоғалтып алған шаруалар да бар. Бірақ мал дәрігерлерінің біліктілігін арту осыдан басталды. Соны тани білсе екен деп ойлаймын, солардан бет албаты диагноз қоймаса екен деп ойлаймын. Біздің тағы да бір жаңағы мал дәрігерінің арасында болып жатқан үлкен мен жаныма күйзелтетін нәрсе 3 айлық курстар. Мал дәрігерін дайындау 3 айлық курстар. Ол совет заманында болған ветсайнтар деп аталатын. Олардың негізгі шаруашылық бағыты ол кезде жаңағы мал дәрігері мен веттехниктің жанында жүріп, соларға қолғабыс қана бере алатын еді олар. Қазір 3 айлық курс бітірген жаңағы бала, ол кешегі 11 бітірді, 1 жылдан кейін 3 айлық курсқа, мен әйтеуір бір мамандық ала салайын деп бітірді де, ол малға диагноз қояды. Ол қасірет, ол диагнозды білікті мал дәрігерінің өзі анық диагноз қоя алмайды. Болжам диагноз ғана қояды. Болжам диагноз. Сен малға
ешқашан тұрып клиникалық белгілеріне қарап сен диагнозды болжам диагноз ғана қоясың. Толықтай диагнозды одан алып зертханаға алып барып зертхана тексергеннің күннің өзінде ғана сен толық диагноз қоясың. Жаңағы маман кешегі өзіңмен жаңағы салғыласып білікті жаңағы мал дәрігермен салғыласып, жоқ бұл мынандай ауру, жоқ мынандай ауру. Егер сен білмесең, білгеннен сұрасаңшы. Білгеннен сұрап, ақылдасып, үлкен бізде мықты Қазақстанның ішінде мал дәрігерлік мамандар жетерлік. Осында кейінгі жылдары WhatsApp чатында біз үлкен Қазақстан бойынша үлкен чат бар. Сонда мықты мал дәрігерлер отыр. Оның өзі мен байқап отырамын. Бет албаты диагноз қойып, бет албаты емдеуге ешкімнің дәті бармайды. Ол кері әсер етуі мүмкін. Оны белгілі бір деңгейде ғана сөйлей аламыз. Белгілі бір деңгейде ғана диагноз қойып, белгілі бір деңгейде ғана сөйлейміз. Өйткені бұл аурумен бет-бе-бет келген мал дәрігері жоқ. Оны тек қана зертхананың нәтижесінде ғана ол диагноз қоя алады. Оның өзінде де жаңағы бір мал ауруса, осындай түсінік пайда болған. Сен ана дәріні алды сал дейді. Ол антибиотиктің сезімталдығын ешкім оны зерттеп жатқан жоқ. Ана антибиотик малдың ауруына әсер ете ме? Жоқ. Бірақ алады да жаңа білгіш бір айтады. Сен ана дәріні алды сал, сонда жазылады. Мен соны салғам, соны жазылды дейді. Ол кім кепіл сол ауру екеніне. Осыдан 2 жыл бұрын білесіздер, аусыл деген Қазақстанның ішінде үлкен індет жүріп жатты. Індет жүріп жатты, онымен бет-бе-бет келдік. Бәріміз осында Қазақстанның бүкіл енді үлкенді кішісі врачтардың бәрі бет-бе-бет сол аурумен келді. Ұстап көзбен көрдік. Сонда ол ауруды енді бұрында білмегендер бар, білгендер бар. Үлкен мектеп болды. Содан өттік мысалы. Ол енді соны көрген мал дәрігерлер үлкен сабақ алды. Ол ауру келсе бәрі біледі, қалай емдеу керек екен. Бұл келген аусылдың бір өзгерген түрі болды да, бізді оқытқан үлкен жоғары оқымда оқыған аусылдан кейбір сәйкестіктер болмады. Бұл ауру осы келген аусыл емделуге бейім болды. Емдей алды адамдар. Емделді. 10 сиыры ауырса, 10 сиырын емдеді. Ал кітап бойынша жазылғанда оның белгілі бөлігі ол өледі. Ал мына кезде емделді. Өте қарапайым жолмен емдеді. Қазақи өзіміздің аусыл тиген кезде ата-апаларымыз аузын кезінде қара тұзбен ысқылап қана жазғандар да бар. Оның 10 сиырын ысқылап, 10 сиырын 5 өліп, 5 жазылса, соған тәубе деген. Кейін осы 3 жылда болған індеттен кейбір шаруалар 100% мал аман қалды, емделді. Ол да мысалы бір нәтиже берген шығар кейінгі врачтарға, өзіміздің әріптестеріміз мына көрді. Оның алдында да мысалы неше түрлі індеттер өткені дұрыс сабақ болды. Көбі соны білді. Ол мен ойлаймын, мына қазір жүріп жатқан реформа, мал дәрігерлік реформа дұрыс жолда деп ойлаймын. Ол қазір жақсы статьялар шығып жатыр. Біз дамытамыз. Ол құба көреміз енді. Дамытса екен деп ойлаймыз. Қазақстан дамысын. Ол бір сала дамыса, екінші сала соны қосан жаралып дамиды. Қазақстанның ішінде қазір зоотехника мамандығы өшіп бара жатыр, сөніп бара жатыр. Соларда қалмаса екен деп ойлаймын. Бәрі бір қол ұстасып бірге дамыса екен деп ойлаймын. Агрономия саласы, агрономдар мықты агрономдар болса екен. Но мен енді жұмыс істедік, бірақ егін шаруашылығы дамыған жерде олар бір аса қиыншылық көрмейді. Егіні бар жерде. Өйткені егіні өтеді. Ол қосымша екінші мал шаруашылығында отырады. Ал таза малмен отырған адамдарға бір кішкене қиыншылық болады. Қыс қатты түсіп кетсе, ол қарық болады, қол қарық болады. Ал егіні бар шаруашылықтар ол қормен отырады. Егін деген қор ол. Қамбасына жинап алды, белгілі бір бөлігін сатты, белгілі бөлігін азық ретінде пайдаланды, белгілі бір өз қаражатын жұмсайды. Ал малыңды сен сатсаң түбі көрінеді ғой. Түсінікті. Жалпы бұл арада Айдархан мырза, біз енді жаңағы кеудеміз соғамыз ғой, малды ата кәсібіміз, қазақтан артық малды білетін халық жоқ деген сияқты. Мысалы Төлеутай Рахымбеков деген ағамызды білетін шығарсыз. Ол кісі айтады, бала кезде ауылда жаңағы түрлі ұлт өкілдері тұрды дейді. Мысалы орыс ата әженің сиыры сүтті болады дейді. Сүтті керемет береді, жаңа шелектеп, литрлеп. Біздің қазекеңдердің сүті олай, жаңа шелекке жетсе одан аспайды деген сияқты айтады. Соны мен кейін өсе келе, мысалы жаңағы малды жаңағы оқуын оқып, зерттей келе түсіндім дейді. Қазақтар малды жаңа суатта, суық сумен суарады ғой, былайша айтқанда. Оның өзі жаңа малдың ағзасына белгілі бір деңгейде әсер етеді. Әрине, орекеңдер жаңағы үйден жылы су жылытып бәрін солай береді дейді. Осы тұрғыда меніңше бір таным, білік жетіспейтін секілді, иә.
Сіздер осы мысалы жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, ауылдағы жеке аулалық жаңа қораларда малдың жартысына жуығы. Өзіңіз жаңағы ізіңізді басып келе жатқан болмаса, осы кәсіпке келіп жатқан адамдарға ақыл кеңес беріп, белгілі бір деңгейде жаңағы бағыт сілтеп, сондай жұмыстар жүргізесіз бе? Жаңа сіз айттыңыз, ана орыс апаның сүті көп мол. Сиырдың сүті тілінде де бекер айтқан қазақ. Оны жаңа мен айтып отырмын, рацион деп. Дұрыс, азықтандыруды тоже біз айтып отырамыз жаңағы мамандар ретінде. Сен мына азық қорын былай істе, шөпті, мына шөпті, қара шөпті, ол қандай құнар бар, құнар жоқ ол шөпті. Сен ол құр шөп бергенмен ол малын көтермейді. Сен сөйт, мынандай жаңа немене көш, азықтандыру көш деп. Мына мал өсіп отырған мамандарға айтатын бір ақылымыз енді. Мына далада жүрген малдың ауру аз болады. Өздеріңіз ол жаңағы қораға кірмейді, емін-еркін жайылады. Оған вакцина салу да аз болады. Малды мал шаруашылығын істейтін адамдарға негізі еммен әуестеніп керек емес. Малды емдеп. Қазақта да сөз бар ғой. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Вакцинация көңіл бөлу керек. Мал ауруларының алдын алу шараларын көңіл бөлу керек. Бүкіл 80% соған көңіл бөлу керек. Ол сен емдеп, сен малды жазып, бүкіл уақытыңды кетіріп, қаншама адамның бір малды ұстау үшін 3-4 адам оны фиксация жасайды. Оны дәріге біреу жібереді. Ол дәрі жоқ, дәріні Қарағандыдан іздейді. Қарағанды болса Астанадан іздейді. Оны жоқ. Сен оны еткен, сен вакцинацияға көңіл бер, және зоогиен талаптарына көңіл бер. Малды жем шөбімен тұратын жерінің таза болуы, жайылымдықтың жаңағы таза болуы, уақытында вакцина жасау. Осыған көңіл бөлсеңіз, сіздің шаруаңыз дөңгеленіп кетті ойлаймын. Сіз қараңғы қораға қамап алып, астын тазаламай, күнде емдесеңіз, аузына құйсаңыз да дәріні шелектеп, ол мал көтерілмейді. Түсінікті. Олай болса, Айдархан мырза, сізге уақыт тауып осы хабарымызға қатысқаныңызға көп алғыс айтамыз. Әрине, жаңағыдай осындай ауқымды тақырып, айтылмай қалған, қозғалмай қалған мәселелер әлі де көп. Ол енді алдағы хабарлардың еншісіне қалдырайық. Сізге тағы да алғыс айтамыз. Көп рахмет. Қадірменді көрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.